Күлімдеген, әр баланы жақын тұтып інімдеген. Арайлым апай, мектептің жас ұстазы, бәрімізге бастауышта білім берген. Жыл бітіргеніміз біздің тәуелсіздігімізбен орай келді. Бізді совсем басқа жүйемен оқытқан атамыз Ленин болған, біздің жаңағы Павлик Морозов бізге не болған, жаңағы тиктоктағы герой болған сияқты, сондай ғой енді. Ал енді сіздер қазір біздің егеменді Қазақстанның жарқын болашағысыздар, еліміз үшін ерен қызмет етіңіздер. Жаңағындай сіздерге бізде кішкене орамал тон болмайды, жол болады дейді. Сіздерге жаңағы ақыл деп біздің классымыздан сіздердің класстарыңызға кішкене хадият береміз. Тілектерімізді айтайық деп едік, бүкіл мақал мәтелін бәрін айтып тастады, енді қайталай бергім келмейді, уақытты мына жерде дайындап келген кішкене неміз бар еді. Сіздерге көп рахмет. Ең бастысы тағзым етіп, ол дүниелік өткен мұғалімдарымызға, Бәтеш мұғалім, Иләл мұғалім, Сара мұғалім, Жетіс мұғалімдарға жатқан жерлері жарық, топырақтар торқа болсын деп айтқым келеді. Ол кісілердің жаңағы берген бізге білімдері жақсы еді. Ол кісілерге Алла разы болсын. Енді үшіншіден сіздерге мынау Қосқопа мектебімізден қазағы осы жерде қаймағы қайнаған қазақ мектебінен біз таза қазақша үйреніп, осы жерден білім алдық. Осы мектебімізге арнап біздің міне маркерный доскамыз бар. Соны сыйлық алыңыздар енді. Аз болса да көптей көріңіздер. Сол шапалақтаймыз. Ал енді балаларымыз осылай қиналмай жақсы білім алсын. Апай бер қарап. Аздай болса көптей көріңіздер. Жаңағындай аналарымыз десек те болады, ұстаздарымыз. Сіздерге көп алғысымыз шексіз. Жаңағы өзі қазақта айтады ғой, үйді салсаң барлық жерін жаңағындай басқаша құрастыруға болады, бірақ фундаментін ешқашан басқаша сала алмайсың деп. Біздің фундаментімізге үлес қосып, бізді осылай қолымызға қалам ұстатып, әліппемізді үйретіп, сондай сабырлықпен, ауылдың қоңыржай бірлігімен, осындай әп-әдемі қалпымен бізге білім берген Жібек мұғалім, сізге алғысымыз шексіз. Шапалақтап қойыңыздаршы. Жаңағындай сізге отбасында әдемі әже болып, әдемі қартаяңызбен тілектеспіз. Сізге
жастар, ұстаздар, ардагер ұстаздар, сіздерді барлықтарыңызды бүгінге келіп жеткен мереке біз үшін құттықтаймын. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Ал енді өзімнің алғашқы осы Жаңажол ауылына келгенде ең алғашқы оқушыларым бүгін ұядан ұшқалы жатыр. Осы Жаңажолға келген беттен тастай батып судай сіңіп, осы оқушылар мәңгі есімде қалады әрқашанда. Сіздерге ақ жол, сәт сапар тілеймін. Бақытты болыңыздар, әрқашан жолдарың ақ болсын, үлкен мамандықтың иесі болыңыздар. Сол үшін тілектеспін шын жүректен. Мектебіміздің тәрбиесі жөніндегі